Сәлем достар, менің есімім Асем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін, өте оңай дайындалатын керемет сметаник пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бізге ұн, сары май, қант, қопсытқыш және жұмыртқа қажет. Алдымен ыдысымызға ұн мен сары майымызды салып, екеуін жақсылап осылай қолмен араластырамыз. Одан кейін қалған қоспаларымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл пирогтың ерекшелігі үйдегі бар құралдармен жасай берсеңіз болады. Яғни миксердің қажеті жоқ. Осылай жақсылап араластырып, қамырын қолымызбен илейміз. Қамырын осылай қолымызбен илеп болғаннан кейін бетін жауып тоңазытқышқа бір 30 минутқа қойып қоямыз. Енді біз салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қаймақ, қант және қалауынша ванилин қосуға болады. Барлық салмаларымызды осындай бір ыдысқа салып, венчикпен қолымызбен араластырамыз. Яғни қаласаңыз миксермен, қаласаңыз венчикпен, өзіңізге қалай ыңғайлы. Венчикпен араластырғаннан кейін бізде масса осындай сұйықтықта болу керек. Жақсылап араластырамыз. Енді біз пирог дайындайтын формамызды дайындаймыз. Ішіне пергамент қағазын салып, қамырымызды осылай қолымызбен жаямыз. Немесе алдын ала оқтаумен жайып алып салсаңыздар болады, сіздерге қалай ыңғайлы. Қолымызбен жайып, бортиктерін шығарамыз. Сөйтіп, шаңышқымен, яғни вилкамен осылай тесіктер жасаймыз. Ол қамырымыз көтеріліп, формасын ұстап тұру үшін, көтеріліп кетпес үшін. Енді салмамызды құямыз. Жақсылап құямыз. Алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. Салмамызды құйып болғаннан кейін кішкене былай сілкіп, бір қалыпты болу үшін сілкіп аламыз. Сөйтіп 170-180 градуста шамамен 30-45 минут пісіреміз. Бетіне қалауынша осылай қант ұнтағын, яғни сахарный пудра сеуіп, үйде бар фруктыларыңызды кесіп турап қойсаңыздар болады әдемілік үшін. Осындай жұмсақ, ауызда еритін тәп-тәтті пирог дайын болады. Егер менің рецептім сізге ұнап жатса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін. Сіздермен осындай оңай дәмді рецепттермен бөлісіп тұрамын. Осындай тамаша пирогты пісіріп көріңіздер. Бірден дайын болады, оп-оңай жасалуы. Сау болыңыздар.